Бір заманда Майнкрафт әлемінде терең су астында ғажайып су патшалығы бар еді. Бұл патшалықта барлық тіршілік иелері теңіз, өзен және көлдерде бейбіт өмір сүріп жатты. Бірақ бір күні патшалықтың тыныштығы бұзылды, кенеттен су тасқыны басталып, барлық тұрғындар үлкен қауіпке ұшырады. Су бетінде орналасқан ауылдар, үйлер және егістіктер түгелімен су астында қалды. Осы кезде су патшалығынан шыққан батыр, Аквасфера деген мықты батыр. Судың астындағы құдіретті күштің иесі. Ол су астында өмір сүргендіктен судың барлық құпияларын білетін еді. Аквасфера барлық тіршілік иелерімен тығыз байланыста болып, оларды қорғау үшін бар күшін жұмсауға дайын болды. Аквасфера бірден әрекетке көшті. Ол ең алдымен су астындағы өзендерді, көлдерді және теңіздерді зерттеп, су тасқынының себебін анықтады. Ол үлкен тасқынды басқарып отырған зұлым судың ібілісімен кездесуге шешім қабылдады. Бұл жамандық су астында жасырынған, суды өз еркімен басқаратын құдіретті күш болатын. Аквасфера судың ібілісімен бетпе-бет кездесуге дайындалды. Ол өзінің арнайы су шапаны мен жауынгерлік қаруын алып, су астындағы жолдарға аттанды. Жолда оған түрлі теңіз жәндіктері және су астындағы басқа да тіршілік иелері көмектесті. Олар бірге қауіпті жолдарды өтіп, судың ібілісіне қарсы үлкен шайқасқа дайындалды. Шайқас басталғанда Аквасфера өзінің барлық күшін жинап судың ағынымен шайқасты. Судың ібілісі өзінің қорқынышты су тасқынын жіберіп, Аквасфераны тоқтатпақ болды. Бірақ Аквасфера өзінің күшін дұрыс пайдаланып, судың ағынын өз пайдасына бұрды. Ол су тасқынын тоқтатып, судың ібілісін жеңді. Аквасфераның жеңісі барлық тұрғындар үшін үлкен қуаныш болды. Тұрғындар қайтадан өз үйлеріне оралып, егістіктерін қалпына келтіре алды. Су патшалығының тұрғындары Аквасфераға алғыстарын айтып, оны Майнкрафт әлеміндегі ең батыр қорғаушы деп жариялады. Осылайша Аквасфера су астындағы патшалықты, жердегі ауылдарды және бүкіл Майнкрафт әлемін су тасқынынан құтқарды. Енді бұл әлемде бейбіт өмір қайта орнап, барлық тұрғындар Аквасфераның ерлігін мақтан тұтты.